Времянканың құрылысын бастар кезде күйеуім аяқ асты ауырып әскери госпиталға түсті. Содан сол жерде Времянканың құрылысы біткенше жатты. Сол кезде қайын атам екі қайын інім құрылысын өзіміз жасаймыз деп алған Времянкаға көшіп барып, біреу ішіп, екеу бойдақ қыдырып, берекесін кетірді. Әлгі әріптесінің әйелі де сол маңда тұратындықтан күнделікті көріп жүріпті. Содан кейін маған хабарласып, өзің келмесең бітпейді, мен ештеңе айта алмайым, өз көзіңмен көрмесең дегесін көшіп бардым. Біраз жинаған ақшамды, қолымдағы бар қымбат әшекейлерімді ломбардқа өткіздім. Қолымдағы 2 айлық балам мен 3 еркекпен алысып жүріп, әлгі Времянканы бітірдік. Тура біткен күні құрылысы күйеуім де жазылып шықты. Содан не керек, сол Времянкада тұрып жаттық. Қаланың шет жағы болғандықтан әлі газ тартылмаған еді. Су енді кіріпті, күйеуім от жағу, отын жару деген жұмыстардан қашатын еді. Өзі ауылда туып өссе де. Амал жоқ, өзім бастап келіп алғасын отын жарып, от жағып, кешке жұмыстан келгенше тамақ дайындап, үйдің тірлігін жасап жүрдім. Әр демалыста енем келеді. Енем жұма күннен келгеннен дүкендер аралап, кешке бірақ қайтады. Ол ылғи күйеуімді бірге ертіп алып кететін. Мен емшектегі қызыммен телевизорға қарап күтіп отыра беретінмін. Осы уақыттарда күйеуім жұмыстан кешігіп келетінді шығарды. Теріс қарап жатып алатын, жиі іш киімін ауыстырып өз-өзіне қарап жүретін болды. Автокөлігінен неше түрлі әйелдердің коммерциялық заттары табылатын болды. Әрине менде қызғаныш болды. Бір күні тіпті бөлек жататынды шығарды. Менімен мүлде сөйлеспейтін болды. Содан бір күні түнде ұялы телефонның жарығынан оянып кеттім. Қарасам, күйеуім бір УЗИ-дің сінемігін қарап жатыр екен. WhatsApp арқылы келген. Мен білмеген адам сияқты ұйықтап қалдым. Ертесі күні тура сол уақытта күтіп жаттым. Тағы сол сінемікті қарап жатыр. Содан кейін таң атқан уақытта онымен сөйлеспекші болдым. 1 сағат бұрын ерте оянып алып, шай тамағын дайындап, жұмысқа кететін уақытта тұруын күтіп отырдым. Ол да тұра салып, беті қолын жуып, таңғы асын іше бастады. Мен жанына отырып, түнімен қандай УЗИ-дің нәтижесін қарап жүрсің деп сұрадым. Сөйтіп едім, ол, досым бір қызды 2 қабат жасап қойыпты, алмасаң арыз жазам деп жатыр. Соның жібергені ғой деді. Шай ішіп бола сала бет аузын шайып, бір кезде ас бөлмесіндегі ыдыс жуатын раковинаға аяғын жуа бастады. Сол кездегі состояниямды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Содан жұмысқа кетіп қалды. Әдеттегідей кеш келді, кешкі тамағын ішіп болғасын, не себепті салқындық көрсетіп жүргенін сұрай бастадым. Алайда ол шаршап тұрмын деген сылтау айта бастады. Содан сөзге келіп ұрысып қалдық. Ол әдетінше мені сілкілеп, қолдарымды қатты қысып, ұстап күш көрсете бастады. Далаға қарай шығуға ұмтылып едім, есікті ішінен іліп, кілтін қалтасына салып алды. Содан терезе арқылы шықпақшы болып едім, терезеге жақындатпай, бар күшімен итеріп, стенаға соғылып, басыммен отырып қалдым. Осы кезде екінші қызым 7 айлық кезеді, шырқырап жылай бастады. Қызымды қолыма алып жылап отырып, 102-ге теріп қоңырау шалдым. Осы кезде қазір адресті айтатын болсаң, қызың екеуіңді өлтіріп бірақ кетемін деп қорқытқан күйеуімнің сұсты түрін көріп, телефон тұтқасын қоя салдым. Қызымның шыңғырып жылаған дауысы жүрегімді жарып, ауыртып бара жатса да, мең-зең қалып та отыра бердім. Араға 30 минут өткеннен кейін күйеуім қайтадан жуынып, әдемі киімдерін киіп кетіп қалды, ештеңе айтпастан. Мен ашуы басылғанда келер деп қоңырау да шалмадым, және қайда бара жатырсың деп те сұрамадым. Солай таң атты. Түске тамам менің анам хабарласты. Сенде бәрі дұрыс па, не істеп жатырсың? Енең келіңдер деп шақырып жатыр, тыныштық па? Келмесеңдер қыздарын аяқ қолы аман сау қайтпайды деп қорқытқан екен. Сол күні түс ауа ауылдан ата-анам келді. Мен жай ғана сөзге келіп ренжісіп қалдық дедім. Соңғы кездері арамыздың суып жүргенін ашып айтпадым. Содан ата-анам келді ауылдан. Енем, күйеуім, енемнің ажырасқан сіңлісі және інісі келді. Есіктен кіре сала енем айқайға басып,
аузына келгенін айта бастады. Соңынан күйеуім де кірді сүмірейіп. Сөйтсем күйеуімнің беті тырналған және киімінің алды жыртылған екен. Мен істемеген істі енем менен көріп, «Мынаны қыздарың істеді. Мен баламды қыздарыңның тепкісіне берген жоқпын» деп қояды. Мен емес, ол тиген екен маған. Күйеуім басын салбыратып, көзіме тіке қара алмай тұр. Көзіне қарасаң, көзін тайдырып алып кетеді. Әкем құдағи қоя тұр, екеуінің арасында сен де, мен де болған жоқпыз деп жатса да, енем ешкімге сөз берер емес. Болды, екеуі ажырасады. Балаларды іздемейсіз. Туғаны өңкей қыз ғой. Бізге ұл керек. Мына үйден шықсын, бұл баламның үйі, дейді. Содан баласының заттарын барлығы бірлесіп жүріп жинап, ертең қалған заттарын алып кетеді. Сен өзіңнің артыңнан келген заттарды алып кет, 2 күн уақыт беремін, дейді. Үйден шығып бара жатып, және менің баламнан жақсы бай тапсаң бақытты бол деп қолын теріс қаратып, маған қарғыс араласқан батасын беріп жатты. Мен де ерегісіп, әумин деп 3 рет айттым. Содан ертесі күні сіңілім екеуміз времянкаға келдік. Келсек, есіктің алдында жаңадан алынған мусорный урна тұр. Үйдің ішке кірдім. Кірсем, пылесос жоқ және телевизор. Сондағы дүниелері сол екен. Осымен барлығы бітті. Некені бұзу заңды арқылы сот болып, заңды түрде ажырастық. Алайда сол кеткеннен қайта оларды көрген жоқпын. Күйеуім 2 қызын іздеп 1 рет болсын келмеді. Мен ата-анамның үйіне қайтып келдім. Әрі қарай тіршілік ету керек болды. Қызымды емшектен шығарып жұмыс іздей бастадым. Солай 1 қыс жұмыс іздеумен өтті. 1,5 жыл мемлекет мекеменің есігін қағып жүріп, ақыры жұмысқа кірдім. Себебі күйеуім және оның туыстары, сен күніңді көре алмай қаласың, 2 баламен қашанға кеңнің үйіне сиясың деген пасық ойлы сөздерін айтқандағы есімде қалған еді. Сол сөздері үшін мен де мемлекеттік мекемеге кіруге бел буған болатынмын. Қалай да дәлелдеймін, өзімді көрсетемін деген ішкі эго солай сайрап тұрды. Маған сол кездері мотивация болды. Алладан іштей осы қиындықтарымды ойламайтындай, күндіз де, түнде де жұмыс істеп, шаршап жүретіндей 2 қолға 1 жұмыс бере көр деп тіледім. Осы тілегіме орай мен тергеуші болып жұмысқа кірдім. Басында не еңбек стажы, тәжірибесі жоқ, жас тергеуші болдым. Солай мен тергеу әлеміне және ішкі істер органдарының әлеміне тап болдым. Бұл орта мен үшін қалың орманда адасып жүрген жас бөлтірік сияқты едім. Жас тергеуші тезірек жұмысына үйренсін деген ниетпен тәуліктік кезекшіліктерге жиі қоятын болды. Осылай күндіз түні өзім тілегендей жұмыс жасап жүре бердім. Коллективке де үйрендім. Барлығы білмегенімді үйретіп, көмектесіп жүрді. Коллективпен бірге отырыстар, той-томалақтар және жылдық кештер қызықты өтетін. Солай өмірім бір арнаға түсе бастады. Времянканың иесімен енем және күйеуім барып сөйлесіп, ұрыс болмай тұрып барлығын нақтылап шешіп қойған екен менің сыртымнан. Балам келініммен ажырасқалы жатыр. Ертең мүлікке қатысты дау болса, бізді танымайсың. Тек қана бұлар пәтер жалдап тұрды, солай айтасың деп келіскен екен. Өйткені времянканың ақшасын төлейтін соңғы ай ғана қалған еді. Одан кейін өз атымызға аударып заңды түрде құжаттарын реттеу ғана қалған еді. Енем мен баласы осы уақытқа дейін күткен екен. Мен сол ата-анам жасаған заттарды алып, 2 қызым мен және времянканы сатып, алғанға алған несиемен кеттім. Мен жұмысқа кіргенше әкем сол несиемді төлеуге көмектесті. Алайда үйді даулап сотқа жүгінуге қарсы болды. Аллаға тапсыр да осы жерден ары қарай өз өміріңді ретте. Жаның аман болса әлі талай үй аласын деп тоқтатқан еді. Қанша рет сол времянканы барып өртеп кеткім келген кездері болды. Бірақ ашуымды ұстап, әкемнің тілін алып, қалай бар солай бір Аллаға аманаттап кете бердім. Тергеуші болып жүріп әртүрлі тағдырларды, әртүрлі адамдарды көре бастадым. Соның бірі есте қалғаны 2-ші рет тұрмыс құрған әйел және оның шарасыздығы еді.
Осылай жұмыс жасап жүргенде арада 4 жыл өтті. Неше түрлі бастықтар ауысып келіп кетіп жатты. Бірде кезекшілігімде мектеп оқушысы ұсақ түйек зат ұрлады деп анасымен бірге күдікті ретінде келді. Әлгі ұрлық фактісінде күдікке ілінген баламен сөйлесу барысында алаңдау, сенімсіздік, әлденеден қорқуды байқадым. Және жасқаншақтықты. Ал әйел тек қана үнсіз жылап отырды. Баласына қарап шарасыз күйде жылап отыр еді. Баладан жауап алып болған соң сыртқа шығарып әйелмен сөйлесе бастадым. Сол кезде әйелдің қолдарында, мойын тұстарында ұрғанынан қалған іздер байқадым. Әйелмен сөйлесу барысында екінші рет тұрмысқа шыққандығын айтты. Екінші некедегі күйеуі баласының да өзін де ұрып соғатындығын айтты. Кетіп қалайын десе екінші рет ажырасқан деген елдің сөзіне қалудан именеді екен. Елдің өсегіне бола бірге тұрып жатқандығын естіген кезде мен екінші неке жайлы ойлана бастадым. Осы елдің жағдайында мен не істер едім? Басқа түскенге көніп жүре берер медім? Өгей әкеге баламды ұрғызып қойып отыра алар медім? Балам өскенде маған не дейтін еді? Содан сол әйелдің тағдыры туралы біраз ойланып жүрдім. Ажырасқаннан кейінгі 5 жыл өмірде неше түрлі сөз салған еркектер болды. Маған ажырасқан әйел ғой деп арам ойын іске асырмақшы болғандар да кездесті. Бірақ кілең ер адамдардың арасында жұмыс істеп жүріп, менің де мінезім өзгерді. Бұрынғы тұйықтық жоқ еді. Қалай бар солай арасында боқтық сөздер де араласқан бойда бетіне қарап айта салатын болдым. Араласатын таныс дос әріптестерімнің көпшілігі ер адамдар еді. Тергеуші болып жүріп неше түрлі өліктерді көрдім. Өз өліммен өлгені бар. Кісі қолынан қаза тапқан, суицид жасағандары бар. Белгісіз жағдайда өліп қалған неше түрлі өліктерді, өлімді көрдім. Содан ба жүрегім тас болып кеткендей еді. Баяғыда медицина саласы мен полицияда істейтіндердің көпшілігі ащы суды жақсы көреді деп естуші едік. Себебі жұмыс ауыр екен, және өліктерді көрген сайын энергияңды алып қояды екен. Сол себепті арасында ішетіндері сол екен. Мен де кейде коллективпен отыратын отырыстарда аздап ішетін болдым. Содан осылай жұмыс істеп жүргенімде отбасылы ер адам мені ұнататындығын айтып, тыныштық бермейтін болды. Ол жігіт басқа ауданда істейтін бір салада жүрген әріптесім еді. Мен қашқақтаған сайын керісінше жабыса түскендей болды. Өзімнің отбасымның да кезінде ер адамның көлденесін жүрісінің және үшінші адамның ортаға, яғни әйелдің любовницаның пайда болуын, бұзылғандығын ойлап, жаңағы әріптесімнің отбасы үшін басқа шалғай ауданға қызмет ауыстыруды жөн көрдім. Солай жаңадан құрылған ешкімді танымайтын, не туысым, не танысым жоқ ауданға ауысып кеттім. Қыздарым ата-анамның қарауында болды. Демалыс күндері барып тұрдым. Жаңа ауданда жұмыс істеп жаттым. Басында баспана табу қиын болды. Бір ай кабинетте қонып жүрдім. Кейін анам бір құрбысының сол ауданда тұратындығын айтып, сол құрбысының телефон номерін тауып, мені үйіне тұрғызуға келісті. Құрбысы күйеуімен 50 жастан асқан кісілер екен. Балалары өсіп қалса да қызмет етеді екен. Солардың үйінде тұрып жаттым. Алайда тек сол үйде тұрды деген атым ғана болды. Себебі мен жұмыстан кеш келіп, немесе түн ортасында жұмыс бабымен кетіп қалып жүргенге, қарапайым адамдардың көз қарасы бойынша мен бір қыдырып, жүріс жасап жүрген жеңілтек әйел секілді көріндім. Себебі мен ауысып барған ауданда тек қана қазақтар болатын, және мал шаруашылығымен ғана айналысатын орта болатын. Заң формадағы адам мемлекеттік қызметкер деген түсінікті білмейтін. Білсе де мойындағысы келмейтін. Менталитеттері бір түрлі еді. Ескі көз қарас. Көшеде кетіп бара жатқан полиция қызметкері деп қарамайтын, және олай айтпайтын. Мент қатын немесе ешкі деп келемеждейтін еді. Халқы бір түрлі болғанымен табиғаты керемет еді. Жасыл желекті шыршалар, айналаңның барлығы қыр, сай, таулы аймақ болатын.
Мен бұл өңірдің табиғатына ғашық болдым. Содан жаңа жұмыс орнына ауысып барғаннан кейін де жаңа әріптестерімді бөліп қарайтын, ешкімге қосылмайтын болдым. Күні бойы кабинетте отырам, түскі үзіліс кезінде ғана тамақтануға шығам. Солай бір сарында уақыт өте берді. Уақыт өте келе ауысып келгеніме қатты өкіне бастадым. Неге келдім, не үшін, не істеп жүрмін мұнда деген секілді ойлана бастадым. Енді қайта ауысу үшін 6 ай күту керек болды. Іштей 6 ай қалайда шыдап істейін, содан кейін қайтамын деген шешімге келдім. Өйткені 1,5 жыл жүгіріп жүріп, кірген жұмысымды бел ортасынан тастап кеткім келген жоқ. Сондай-ақ дайын тұрған басқа жұмыс та жоқ еді. Оның үстіне полиция қызметкері болу бала күнгі арманымның бірі еді. Содан 2 ай уақыт өткен кезде жұмысқа бір жігіт келді. Киізден жасалған кепкасы бар, көздері домалақ қара, бойы ұзын, шашы қара, тістері аппақ күріштей сымбатты жігіт еді. Содан әлгі жігіт мені тамаққа шақырып, ауылының әдемі жерлеріне қыдыртып, солай араласып кеттік. Менің баспана жағынан қиналып жүргенімді біліп, менің келісіміме қарамастан өз үйіне көшіріп алып кетті. Туыстарының барлығы қалада тұрады екен. Ауылға тек әкесі ғана келеді екен. Жаз мезгілінде күн жылыған соң үйленейік деп ұсыныс жасады. Менен алдын 3 әйел жіберген жігіт екен. Бірақ бір ғана баласы бар еді. Ол баласын туғалы көрмепті де, іздеп бармағанда екен. Уақыт өте келе мен оның қамқорлығына, пысықтығына, үйдің де, даланың да жұмысын талғамай істей беретіндігіне, арақ ішпейтіндігіне, қысқасы оның бар болмысына ғашық болдым. Бауыр баса бастадым. Мен де оған жасырмай, бір рет тұрмыста болғанымды, 2 қызым бар екендігін жасырмай айттым. Сөйтсем ол мен жайлы елден естіп біліп алғандығын, 2 қызды өзімнің қызымдай көрем деп сенімді түрде айтты. Менің ішімде бір үміт, бір күдік болды. 2-ші некеде бағым жанатын шығар деп. Дегенмен жақсылықтан үмітімді үзбедім. Кішкентай қазақи ауыл болғандықтан біз жайлы неше түрлі өсек аяңды құлағым шала бастады. Анау ажырасқан мент қатын ана жігіттің басын оқытып алыпты деген секілді де сөздер естіп жаттым. Содан көктем келіп күн жылына бастады. Үйленеміз деп жүргенде карантин басталды. Танысқан жігіттің бұрындары әкелік сезімім оянып, көрмеген, әке болудың не екенін, қандай екенін білмеймін, балалы болсақ қайтеді, екеуміз бәрібір үйленеміз ғой деген соң оған сендім. Өзімде біраз уақыт баланың иісін ұмытып қалғаныма және қолыма алып ұстамағаныма көп болған еді. Сәбидің иісін сағынып қалғандаймын. Танысқан жігітімнің жасы ол кезде 39-да еді, ал мен 27-демін. Содан көп ұзамай аяғым ауыр болды. Туыстарымен сөйлесіп, құдалық жасап, мені үйіне алып кетті. Алғашқы 1-ші жыл жақсы тұрдық. Біз үйленгесін атам біздің қолымызда тұрды. Екеуміз де жұмысқа барып келеміз. Атам тамақ жасап қоятын. Ол кісі ас үйдің жұмысына, тамақ жасауға жақын болатын. Екеуміз үйленерде күйеуім менімен танысқанға дейін әйелдермен араласқанын жасырмады. Бірақ сол араласқан әйелдері тыныштық бермеді. Біреу ішіп алып түн жарымда звондайтынды шығарды. Екіншісі мені төбелесуге шақырды. Ал енді біреу әлеуметтік желі арқылы менің ар-намысыма тиетін жаман сөздер жазып таратты. Содан екеуміздің арамызда жиі ұрыс, қызғаныштың ұрысы жиылай берді. Күйеуім менімен көкірек екен. Өзіне күтіп, баптап болатын. Өзімшіл, эгоизмі басым адам еді. Мұның мінездерінің барлығы кейін шыға бастады. Өйткені қаншама жыл бойдақ болып өмір сүріп қалған, жалғыз өз дегенімен, ал атам мен сыйластығымыз дұрыс жақсы болды. Бірақ кейде оның да бір ұстап қалатын қырсықтық мінезі болатын. Бір жаман әдеті ұялы телефон арқылы үйде не болып жатыр, соны 3 қызына звондап жеткізіп отыратын. Күйеуім үйінде ең кенжесі еді, әпкелерін жақын көретін.
Соларға сырын айтып, солармен ақылдасатын. Бірақ оның түсінігінде әйел бәріне міндетті, және әйел әрқашан өзінің ойын білдірмеу керек екен. Тек қана еркектің айтқанын заң көру керек екен. Декреттік демалысқа шықтым. Күйеуімнің бойдақ күнінде қарыз алып, кейін қайтармаған адамдары келе бастады. Мен қолымдағы бар ақшаны соған беріп, қарыздарынан құтылды. Екеуміз үйленген жылы үйіне түгелдей жөндеу жұмыстарын жүргізіп, ескі заттарды, жиһаздарды ауыстырған едік. Ай күнім жетіп, екінші күйеуімнен қыз босандым. Алғашқы некемнен 2 қызыммен, екінші некемнен және қыз, сонымен 3 қызды болдым. Бала күтімімен үйде отырдым. Күйеуімнің үйленгелі бері кешкі сағат 8-ден түнгі 11-ге дейін көше кезіп қыдыратыны бар еді. Солай қыдыру жалғаса берді. Содан келін үйде отыр, жұмыс жасамай деген сөздер шыға бастады. Осы аралықта 2 қызды қолға алайық, мені әкелеріндей көріп үйрене берсін деген соң үлкен 2 қызымды жанымызға алдырып едім. Сөйтіп барлығымыз тұрып жаттық. Кіші қызым 8 айлық болған кезінде жұмысқа шықтым. Себебі екеумізге ақша жетпей, кредит алдық. Әрине тағы менің атымнан. Үйленген жылы да күйеуім ескі машинасын жаңа машинаға ауыстырды. Қорасындағы 10 бас қойының үстіне 5 бас сиыр алдық. Мен таңертең жұмысқа шыққанда екінші қызымды мектебіне бірге ала кетемін. Ал үлкен қызымды оятып, емшектегі 8 айлық үшінші қызымды қарап қалады, атам тұрғанша. Түстен кейін екінші қызым келеді, содан кейін ол қарасады. Мен жұмыстан кейін келіп тамақ жасап, қыздардың сабағын оқытып, түнгі рейдке шығамын. Солай жүргенімізде күйеуім маған ашуланып, көңілі толмай, өзінен өзі ұрыс шығарып жүрді. Мен де оны қызғанып, мен де ұрыс шығаратын болдым. Ол кілең әйелдері көп ортада жұмыс жасаса, мен керісінше ер адамдар көп ортада жұмыс жасайтынмын. Маған ашуланған кезде 2 қызымнан өшін алатынды шығарды. Екеуін орынсыз ұрысып, сілкіп алатынды шығарды. Соңғы рет үлкен қызымды ұрып, сабаққа кетіп бара жатқан жерінен киімдерін жыртып тастады. Үлкен қызым басын көтере алмай, қызуы ауырып қалды. Мен сол кезде бір кездегі әйелдің жағдайы есіме алдым. Сол ұрыстан кейін мен кетуді көп ойладым. Бірақ күйеуімді жақсы көрдім. Қыздарыма тиіспес үшін және көңілінен шығу үшін не ішем, не алам десе де қолымдағы ақшаның барлығын соған беріп отырдым. Көңілінен шығу үшін. Сол риза болып жүрсе екен деуші едім. Себебі отбасымды сақтап қалғым келді. Бірақ бұл істеген ісім керісінше оған басқаша әсер ете бастады. Осылай жүргенімізде мен тағы да аяғымның ауыр екендігін білдім. Декретке шыққанға дейін үй жұмыс, қыздардың мектебі деп жүгіріп жүрдім. Бір күні кешкі уақытта қызымды сабақтан алып келе жатып, мұзға аяғым тайып құладым. Ол кезде уже ішім шығып қалған болатын. Сол құлағаннан бастап өзімді жайсыз сезіне бастадым. Уақыт өткен сайын қозғалып, қимылдау қиынға соға бастады. Дәрігердің кезекті тексерілуіне барған кезде жамбас сүйегімнің бала өскен сайын ажырап жатқандығын білдім. Содан қалаға барып емделу керек дегенді естіген атам да ауыра бастады. 10 күндей бізді қалаға жібергісі келмей, неше түрлі сылтау айтып, аяғында мен өздігіммен еңкейіп, аяқ киім кие алмай, жүре алмай қалдым. Сол кезде ғана қалаға бардық. Маған кесір тілігін жасады. Қыз бала босандым. Сөйтіп бүгінгі күнде 4 қызым бар. Шүкір Аллаға деймін. Алайда осы кенже қызымды босанғасын күйеуім мүлде ашушаң болып кетті. Мен де отадан кейін сөз көтере алмай, жиі ұрсатын болдық. Соңғы рет екеуміз төбелесуге дейін бардық. Ол сонда мен отбасылық өмірден жалықтым. Баяғыда дүкенге кіргенде қолыма тек қана өзіме Кока-Кола ғана алып шығушы едім. Қазір памперс аламын. Өзіме артық уақытымда жоқ деп ашық айтты. Солай сотқа барып арызыңды жаз. Мен алимент төлеп тұрамын. Бұдан әрі бірге тұра алмаймын. 2 қызыңнан сенен шаршадым деді. Өте ауыр сөздер айтты. Әлі де звондап, WhatsApp'тан неше түрлі ауыр сөздер айтып келеді. Сөйтіп екінші рет адасып, бағым ашылмай тағы да ажырасып кеттім.
Мен құқықтану мамандығы бойынша жоғары оқу орнын аяқтадым. Содан ең алғаш іс қағаздарын жүргізуші болып 25 мың теңге айлыққа жұмыс істеп, кейін жас тергеуші болып ауыстым. Ал қазіргі таңда қызметім өзгерді. Өмірде 19 жаста жас келін атанып, 29 жаста көп балалы ана болып, осы күнге келіп отырмын. Осы жүріп өткен 10 жылда мен қандай адам болдым? Қандай жетістікке жеттім? Қай жерде қателік жібердім? Ең бастысы 60-ты алқымдаған ата-анамның алдында не істедім? Олардан күткен үкілеген үмітін ақтадым ба? Қандай анамын деген сұрақтар сансыз артынан мазалайтын. Жүріп өткен осы жолда мен ең бастысы әйел адам өзін жоғалтпауды, адами және рухани құндылықтарын жоғары қоюды, ең бастысы өзін сыйлайтын, өзін қалай бар солай қабылдайтын ортада өмір сүру керектігін. Балаларым үшін немесе елдің сөзінен ұят болады, елдің өсегінен қорқам деген түсінікпен емес, өзіне бақыт әкелетіндей өмір сүру керектігін ұқтым. Бақытты даладан, қаладан, байлықтан, ақшадан емес, өз ішімізден, ішкі жан дүниесінен іздеу керек екен. Ең бастысы Алладан үміт үзбеу. Басымнан өткен оқиғалардан кейін барлығын Аллаға тапсырдым. Жаратушым өзі реттеп, барлығын өз орнына қоярына сенемін. Қазір 4 баламен әке-шеше үйінде тұрып жатырмын. 4 банктен несием бар. Оны төлеуге ата-анам көмектесіп отыр. Осы орайда қандай жағдай болмасын, шын жаны ашып, қолдау көрсететін ата-анаң мен бауырларың екеніне көзім жетті. Бірінші күйеуім үйленіп, сол времянкада анасы және отбасымен тұрып жатыр. Екінші рет тұрмысқа шығарда келіп кешірім сұрап, әлі де жақсы көремін деген болатын. Алайда ол кезде тым кеш еді. Ал екінші күйеуімнің осы күзде және үйленгелі жатыр екен. Қалыңдығы менімен тұрып жатқанда ақ көңіл жарастырып жүргенге ұқсайды.